Иә, жақсы, шүкір. Мен бағдарлама басталып салысымен, барысымен мен YouTube'ты қадағалап отырдым. Көбі Динаның басқа бағдарламада жүргенін айтып жатыр. Сондықтан ол актриса ма дейді. Бізде актриса емес, мәселесімен келгеннен кейін біз ол қыздың мәселесін қарастырғанбыз. Бірақ басқа бағдарламада жүрген үшін бізге бағдарламаға да келген кезде міндетті түрде келісім шартқа қол қояды. Ол келісім шартта басқа бағдарламаға баруға болмайды. Сондықтан бүгін қарастырамыз, Динаның мәселесін бір жақты қыламыз. Басқа сұрақтарыңыз қоя тұрыңыздар. Енді Айгерім, сізді көк диванға шақырып отырған себебім Қызғалдақтың жаңағы Дидардың ауылына бірге барып қайттық. Мен де бардым, сіз де бардыңыз. Жалпы сол жерде сіз енді басы қасында болдыңыз, көрдіңіз. Сол жөнінде алып отыр. Мен Қызғалдақ жайында әңгіме айтсақ, Дидарды сіз көрдіңіз. Көрдім, иә. Қандай ой түйдіңіз? Білмеймін, енді менің ойлаймын да, адам деген істі болған соң кішкене кеудені қою керек сияқты. Жаңағы бізді көре салды да, құрылыс жұмыстарымен айналысып жатыр екен, бізді көре салысымен, операторларды сіздерді көре салысымен микрофонды қашып жөнелді. Сіз екеуміз артынан қудық, есіңізде болса, сөйтіп одан кейін дастархан үстінде көкесі айтты, ол Дидар деген 2 күн бойы жоқ болды деп. Сосын біз айттық, біз қазір ғана көрдік қой Дидарды деп, сол жерде үлкен кісіге жаман болып қалды, негізі өтірігі шығып. Одан кейін сіз ағасымен көкесімен сөйлесуге кеткен кезде Дидар келді дастарханда. Сөйтіп шақырттық қой біз оны, сөйлесейік деп. Сөйтіп көкесін шақыртып еді, ол келді дастарханға. Сөйтіп бірден келіп біздің операторға былай жақындап, сес көрсетіп, төбелесуге шығайын деп жатыр да, жаңағы ұрып жібергісі келді ма камерасын, сен мені шаршаттың, бір нәрсе деп, кәдімгідей адамша сөйлесейін деп тұрған адам емес Дидар. Білмеймін, бір сенетін бір нәрсесі бар ма әлде? Жақсы. Фарида жазып жатыр. Қызғалдақ неге Дидардың жазасын бермей түрмеге құрту керек дейді. Басқа бағдарламасының редактор Айдос Игіліков сол тартып жатқан шығар, ақшасын көбірек ұсынған шығар. Құрметті көрермендер, жаңада айтып өттім басталған кезде, бүгін бұл мәселені бір жақты етеміз. Біздің бағдарламаға келген кезде келісім шарт бойынша басқа бағдарламаға қатысуға құқығы жоқ, бірақ бағдарламадан кеткеннен кейін, мәселе шешілгеннен кейін қайда барса да біз оның құқығын шектей алмаймыз. Негізі осындай пікірлер көп болып кетті. Және де бізге де сын түсіп жатыр. Мүмкін Айгерім де актриса шығар, бәрі бұл жерде актер шығар деген сөздер. Бір құмалақ, бір қарын майды шіртеді демекші. Бәріміз енді анандай күмән үстінде тұрған сияқтымыз да, көрерменнің алдында. Дидар айуан екені көрініп тұр елдің сөзінен дейді. Не затты талқылап жатырсыңдар, қазір түсінесіз. Еркінбек кетті ма дейді. Еркінбек кетті. Құрметті көрермендер, сіздерге тағы да толығырақ түсіндірейін. Жалпы Еркінбектің мәселесі, әйелі басқа бір кісіге тұрмысқа шыққан, енді 5 жыл бойы бірге тұрғаннан кейін біз енді ол кісіні кәдімгі айрандай ұйып отырған отбасының ортасына түсе алмаймыз ғой. Ал екінші мәселесі мүгедектігін алу болатын. Оған байланысты да біз талай айттық, Қызылордаға барып қарал деп айттық. Осы жақтан пропискаңызды ауыстырыңыз жасайық дедік, бәріне көнбеді. Бірақ енді біз ондай адамдарды ұстап отыра алмаймыз. Мен бір айта кететін нәрсем, осы Қызғалдақтың ісі жөнінде, осы сапарымыз жөнінде біздің бағытымыз бір болғандықтан, мен Көлсайға барам, Қызғалдақ Нарынқолға баратын болғандықтан, сіз біздің Қызғалдақтың редакторы жетеп апардыңыз, жетелеп, және де мен сізге үлкен алғысымды білдіргім келеді сол жөнінде. Себебі бұл кісінің еңбегі өте қыруар, зор. Өйткені Қызғалдақтың жаңағы біз Дидарды қолға түсіре алмай, көкесінің үйінде жабық тұрған жерден нағыз білікті журналист екен көрсетті Айбек. Сол жерде бір ақпарат тапты, сол жерде Дидардың қайда не істеп жатқан біз сөйтіп сол Дидарды қолға түсіріп керемет репортаж жасадық. Қазір тағы да тамашалайсыздар. Еңбегіңіз жемісті болсын Айбек, рахмет сізге. Рахмет Айгерім, енді асыра сілтеп жібердіңіз ғой деймін осы жерде. Асыра сілтеу емес, шынымен де. Қызғалдақ кетсін дейді, жабылмасын өтініш дейді, оны қалай түсінеміз дейді. Жоқ, наоборот, Қызғалдақ кетпесін, сол Дидарды соттатып бірақ кетсін дейді. Осымен аяқтайды екенбіз, уақыт болып